Қайырлы күн, құрметті сегіз қарақшы подкастының тыңдармандары. Аягөз сәлем. Сәлем, Тина, қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Неге тыныш болып қалдың? Сәлем, жақсы. Сен қосылғанын күтіп отырғанмын ғой, сол қалай қосылып кеткенін байқамай қалдым. Тина, Ау. біз осы подкастты жазғалы бері 8 қарақшының жалпы мақсат міндеттерін айтып кеттік, иә. Бірақ сонда да бүгін осы 8 қарақшының атауы жайында сен айтып кетсең, иә. Өйткені осы атауды қойған сен емес пе? Жалпы осы атауды өте андай ерекше жолмен жеткен атау ғой. Өйткені екеуміз есімде ғой, енді атауларды ойлап тапқан кезде біраз келіспей, мынау онша емес, Иә, мынау былай ғой деп. Сонымен не керек, мен өзім байқағаным, парасаттың соңғы 3 респасы, 3 республикалық турнирі жұлдыздармен байланысты болып жүр. Мәңгі өшпес жарық жұлдыз, өшпес дәуірдің жарық жұлдызы деген, осындай жұлдыздарға байланысты көп нелер болды. Сосын қазақтың өзінің андай қалай айтсам екен, бұрынғы біздің ата бабаларымыз жалпы адасқан кезде, өздерін таба алмай жүрген кезде, түнде адасқан кезде жаңағы жеті қарақшыға қарайды екен. Сол менде біздің подкастымыз кішкене ерекше болсын, ол 8 санымен связанный дейді ғой, андай коннект деп. Сондай болсын деп қойғам. Өйткені 8 ол менің сүйікті саным, және 8 ол шексіздіктің белгісі. Ал жеті қарақшы жұлдызы жалпы адасқан адамдарға көмектеседі ғой. Сол мен де дебатты нашар білетін, немесе дебатта хабары болса да кейбір нәрселерді толық білмейтін адамдарға жалпы көмектессін деп қойған ниетім ғой. Тина, сенде тұнып тұрған тарих десе ат қойды. Себебі Иә. қарақшы кезде мен өте шамалы күлдім, шын айтайын. Ойладым, ну, Тина, зачем олай, ну, типа, 8 қарақшы көп адамдар түсінбейді, немесе ол вообще өтпейді деп ойладым. Бірақ жалпы көрермендерді қарап отырсам, иә, бізде тыңдармандарымыз бар, иә, бүгінгі таңда олардың саны 62-ге жетті. Біз шатастырмасам 2 мамыр күні осы алғашқы подкастын жарияладық. Меніңше, азғантай уақыттың ішінде, 7 күннің ішінде, жақсы көрсеткіш дебатерлердің саны одан сайын артады деген сенімдемін негізінен. Егер тыңдап, олар үшін пайдалы болса осы дүниелер. Негізі подкаст жазу оңай емес, өзің білесің ғой, енді редактировать ету керек, оны еще сен қонаққа түсіндіру керексің, қай жерден істеу керек, қалай істеу керек деген сияқты. Ну, өте үлкен процесс, бірақ екеуміз де получаться етіп жатыр ғой әйтеуір. Тина, вот осы моментті көбірек айтсақ деймін ба? Негізі, иә, оны барлығын дұрыстау, иә, дауыстарын жалпы вообще осы SMM секілді дүниелер жасау негізінен ауыр. Жарайды, ол маңызды емес. Біздің бүгінгі тақырыбымыз осы тәуекел ету, иә, жалпы қорқынышты жеңу, осы жайында көбірек сөйлесетін боламыз бүгінгі тыңдармандармен бірге. Және біздің алғашқы қадамымыз, иә, осы подкастты жасау, Қостанай өңірінің дебатерларына арнап деген секілді дүние. Осыған біз қалай жеттік, осы жайында айтып кетейікші. Жақсы. Негізі мен еще помню саған қаңтар айында айттым, қателеспесем. Да, да. Аягөз былай істеу керек, былай істеу керек, бізге видео YouTube ашу керек, YouTube'да мынандай нәрселерді жасау керек деп. Сонымен не керек, біз уақытты создық өзіміз біріншіден, екіншіден қолымыз босамады, өйткені дебатерларымыз ғой, в конце концов, біз деген турнирларға шығып, ойын ойнап, сонымен не керек, дебаттың қызығына қатты беріліп кеттік. Енді қазір мамыр айы, біздің кішкене ақырын болсын қолымыз босап жатыр, сенің де қолың босап жатыр, менің де қолым босап жатыр. Екеуміздің басымыз, как всегда, қосылса, күшті бір нәрсе ойлап табатын әдетіміз бойынша осы подкаст жазуды ойлап таптық. Енді білмеймін, менің есімде екеуміз экстрим капты декабрь айында, есіңде ма, декабрь айында планировать етіп, оны еще біз кафеде планировать етеміз. Біз деген жаймай жерде жүрмей, андай кафеге барып, элитный адамдар ұқсап, кафеде шай ішіп, не қоятынымызды алдына бір ай бойы жаңағы жоспар ретінде жазып, сосын сөйтіп істейтін әдетіміз бар. Сонымен не керек, осы подкаст жазуды біз 4 ай бұрын планировать еттік. В итоге ол 4 айдан кейін жұмыс жасап жатыр. Ең қызығы, иә, просто бір күні отырдық да, давай, Чина, подкастты жариялап тастайықшы, тез дайындалып, қандай подкаст жазатын приложениялар бар, лақтырып ал деп
бір ақ сәттің ішінде подкаст жазып, бір ақ сәттің ішінде подкастты жариялай салдық қой. Осы момент мен үшін өте қызық. Фейл моменттер всегда болады ғой, біз деген Google Meet'тен жазып көрейік, оны записьқа алайық деп. Соны керек 20 минут еңбек етіп жасамыз. Осы соң удалить етіліп қала ма, әлде дауыс жоқ болып қала ма, бір нәрсе болады сондай ситуация. Әлі күнге дейін есімде тоже мен. Запись экраном істеген ғой мен. Әрбір адамда идея бар ғой, иә, шын айтшы. Әрбір адамның өзінің бір жоспары болады, немесе білмеймін, осы нәрсені жасағым келеді деп бір жоспарлап жүреді да, бірақ оны меніңше ол адамдарға кішкене батылдық жетіспейді ме, жоқ әлде олар қорқады. Негізі андай факторлар болады ғой. Ішкі фактор бар болады, сосын сыртқы фактор бар болады деп біз айтамыз ғой енді. Ішкі факторларда менің ойымша адамдардың бір комплекстары болады. Олар сол комплекстарын жеңе алмайды. Ну, соответственно, олар өздерін көрсете алмайды. Сыртқы факторлар, сыртқы факторларға да осы нәрсе негізі кішкене келеді. Мына адам маған қалай айтады екен, мына адамға ол ұнай ма, мына адам ол қалай баға береді екен деген сияқты, иә. Басқа адамдардың критикаларына тәуелді болып қалады, сосын білмеймін, өздерінің вау дейтін идеяларын көрсете алмай қалады. Но рисковать ету керек негізі. Сеніңше қалай? Неге ол адамдар олай істемейді, неге рискқа аз барады? Сен дұрыс айтасың, адамдарға біз влиять етеді екенбіз, ну, зависимый боламыз. Например, критика деген бар ғой, критикаға деген қорқыныш, мен осымен келісемін. Даже когда осы подкаст жарияланды ғой, бірінші подкаст, және алғашқысы сенімен сұхбат болды осы. Сол біздің аламиттер бар ғой, аламиттер не деген үшін өте маңызды, солардың көзқарасы болды, жалпы сондай дүниелер болды. Бірақ осы подкаст жарияланғаннан кейін жалпы былай салыстырған кезде мен түсіндім, оказывается, ол жай ғана естуге кішкене қорқынышым болды, мүмкін соның кесірінен де бәлкім мен бірінші қонағы болмадым сұхбаттың подкастына. Неге Чинаны бірінші қонақ қылдық дегендей ғой. Бірақ осы нәрсені тәуекел етіп жасағаннан кейін мен түсіндім, оказывается, критика ол всегда бола береді екен ғой. Ол всегда бола береді, және оған қатты мән беру, ол керісінше сені тежейді екен. Ол өте дұрыс емес деген деп Ата буындар, олардың көптағы функциясы всегда қолдау беру, всегда демеу беру. Даже біз қателік жасап жатса да бізді ақтау деп. Білмеймін, мне кажется, біз соған қатты үйреніп қалдық, и ол, может быть, біздің де қателік шығар, может быть, ата буындардан да какой-то бізге демеу беруге қорқыныш бар шығар, типа олар ойлайды шығар, мыналар точно дұрыс істемей жатыр деп. Ну, возможно, так. Менің чисто теорияларым. үлкен поколение, олар ешқашан да жаңашылдыққа өте қатты бірінші қадам жасамайды екен. Соның алдында көшпейді екен. Менің көргенім көп жағдайда оны осы жастар жасайды. Білмеймін, менің статистикам сондай екен. Сенде Чина қандай? Негізі бар ғой, осы кезде облыстық турнир есіме түсіп кетті. Облыстық турнирда ойнағаннан кейін мен өзім айтып жүрмін ғой, всегда ағылшынша материалдар қараймын, ағылшынша оқимын. Өзімнің профессиям енді сол ғой. Сол не керек, андай британдық формат, ол негізі именно сол Лондон, я сол именно Британияда шыққан соң, білмеймін, прям углубленно соны қарауға, по большей части сол жерде мен интеграциялар арқылы өзіме жақсы нәрселерді алуға тырысамын да. Сосын оны парасаттың дебатына или Қостанайдың дебатына алып келемін. Міндетті түрде оны мен істеймін ғой енді. Сосын Қостанай дебатын алып келіп, сондай бір шет тіліндегі фразаларды немесе білмеймін, бір жаңа терминдарды қолдансам, ата буындардан андай болады. Мынау не айтып жатыр, немене ол өзінше делаться етіп жатыр деген сияқты әңгімелерді көп естимін да. Но менің перваштарым бар. Менің перваштарымда всегда қорқыныш бар. Мына ата буын түсінбей қалады, мынау былай, мен андай адам екенмін, типа, ну, маған ұнайды, мен оны істеймін. Маған түсінікті, мен оны түсіндіремін солай. Осылай, сенде қалай? Бірақ Чина бар ғой, кейбір кездері оны тек қана ата буындар немесе дебатта бар ғой, ескі форматпен деп айтсам қателеспейтін шығармын, иә. Сондаймен ойнағандардан да көп естимін, көп жағдайда. Мысалы, экстейшн немесе фрейминг қолдану кезінде олар айтады, сендер қазақ дебатын бұрмалап жатсыңдар дейді. Білмеймін, осындай көптеген критиканы естиміз, көп жағдайда қолдау, ондай дүниелерді естімейміз. Бірақ егер де шынымен мысалы біз қаншама халықаралық деңгейдегі, иә, республикалық деңгейдегі орталықтың турнирлеріне баратын болсаң, ол жерде осы системалар немесе осы жаңағы кілттік сөздер олар жұмыс жасайды, шынымен де оларды қолдану аясы өте кең деп есептеймін. Және бір жағынан сенің сөзінде дұрыс қой, БПФ ол әлемдік формат, әлемде негізгі тіл ағылшын тілі болғандықтан біз кішкене осы ағылшын тіліндегі немесе білмеймін, солардың түп
тарихы шыққан елдердегі дебатты ойнау меніңше керісінше кайф сыйлайтын, жақсырақ деңгей көтеретін дүниелер деп есептеймін. Аягөз Сол есіңде ма, өткенде біз Қостанай Опенге қатысқан кезде Израильден спикерлер келіп еді ғой. Сонда біз екеуміз хайрумда болған кезде, вот олардың ойнау стилі прям біздікінен қарағанда мүлдем өзгеше болды да. иә, Мен қараймын да, мынау дебатерлар енді екі тілде ойнайды, олар реально күшті ойнап жатыр деп. Өйткені білмеймін, ана кейсті тыңдасаң, сен өзіне білмеймін, приятно да, мынау реально шынайы нәрсе айтып жатыр ғой деп. еще олардың тіпті стиль, біз көп жағдайда чина байқайсың ба, дебаттай ойнаймыз ғой. Ну, ережесін сақтаймыз, иә, барлық, в принципе, бола береді. Но бізде стиль деген дүние өте қатты қалыптаспаған. Әркімнің жеке бір стилі, ойнау, сөйлеу мәнері деген дүниелер, білмеймін, бізде әлі де әлсіз секілді. Бірақ сол жаңағы кино Қостанай Опенде болған кезде мен көрдім да, олардың өзіндік стильдары бар, иә, ну, подачалары бар. И сол кезде мен ойладым, өте күшті екен. Осы подачаларды да, білмеймін, әркімнің өзіне изюминкасы бар дебатерлар болса, көбірек сондай дебатерлар болса екен деп, осындай бір эмоциямен отырдым сол румда ойнап жатқан кезде. Я сол себепті мен арнайы алғысымды алаш клубына айтқым келеді. Әрине олар орысша Иә. ойнайды. Все же оларға рахмет. Осы турнирді ұйымдастырған үшін, өйткені ол реально бізге үлкен опыт болды. Себебі біз екі рет па солай хайрумда болдық, есінде ғой. Сосын Тина тағы осы жерде айтып кететін дүние, біз ол жерде тыңдармандар түсінбей қалуы мүмкін да, сол үшін айтып жатырмын. Ол жерде біз орыс тіліндегі дебатты ойнадық, яғни орыс лигасындағы, бізде дебат өзі негізі көп тілде ойналады ғой. Және осы жерде айтқым келетіні, орыс тілді дебат туралы кішкене айтайыншы, Тина, өйткені менде ол жайлы эмоциялар өте көп, және біздің бүгін тақырыбымыз қорқынышты жеңу, немесе жалпы қорқыныш қой. И мен білем, көп дебатерлар тілдік барьерлер болады, иә, языковой барьер дейміз ғой. Олар көп жағдайда қорқады, бармайды, қадамдар жасамайды, және сол өзінің лигасында қала береді. Сен, Тина, осы жайында менімен келісесің ба? Негізі шынымен осындай нәрсе қазіргі күні бар дебатта, иә. Орыс тілін біліп тұрса да, білмеймін, шықпайды турнирларға, немесе ойнамайды. Ағылшын тілін біледі, иә, қаншама қазақтар Иә. бар, бірақ олар шықпайды да, ойнамайды. Ну, мен ойлаймын, ол нәрсе қате, себебі біріншіден сен өз потенциалыңды жоғалтасың міндетті түрде, екіншіден сенде интеграция өте минималды тұрғыда болады. Мен мысалға өзімді айта бермейін, иә, біздің клубтағы басқа адамдар бар, Санжар бар, иә, мысалға ол екі лигада ойнайды. Санжарды тек қана білмеймін, қазақ лигасындағы адамдар ғана емес, сонымен қатар Қостанайдың самый топовый орыс лигасындағы игроктар болсын, немесе Қостанайдың өзі орыс лигасы өте мықты ғой, олар таниды Санжарды, и ол какой-то мере менің оның тренер ретінде маған бір какой-то восхищениялар алып келеді да, маған ұнайды. Санжардың тренері қашаннан бері болып кеткенсің? Ой, мен деген ба десе, біз онлайн дайындаймыз ғой балаларды. Мен помню, қаңтар айында өзімде бір вдохновение ашылып кетті да, сосын Google Meet арқылы арнайы сборлар жасай бастадым ғой перваштармен. Сол кезде Санжар болған солардың қатарында. Жоқ, иә, Санжарды мен өзім мойындаймын, ол екі лигада да болады, негізі сборларда да қалдырмайды, иә. Ну, осы жерде айта аламыз, пример ретінде Санжардың жалпы языковой барьер болсын, иә, тіпті қиындықтар болсын болмасын, иә, ну, батыл қадамдар жасай алатын тұлға ретінде көреміз. Бірақ одан тыс басқа адамдар бар ғой, шынымен Негізі, жаңа. негізі Иә, байқасаң, Санжар көбінесе орысша жақсырақ ойнайды қазақшаға қарағанда. Ода қазақ тілінде барьер. Но негізі ол қорықпайды. Ол қорықпайды. Чина, негізінен осы комментарийді мен Қарагөзден естігем. Қарагөз маған айтқан, Аягөз, сен байқамайсың ба, ну, типа, назар аударып қарасаң, негізі Санжар қазақ тілінде ойнаған кезде мен не вникаю дейді да, типа, ең басында әлі есімде бар. Не айтып жатыр, өте жылдам айтады, өте тез айтады деп. Ә, Сондай комментарийлер естідім негізінен. Бірақ өкінішке орай мен Санжардың ойындарын өте көп көрмеппін, қазақ лигасындағы лично. Орыс лигасында бір рет қана көрдім. Мүмкін біз румдарда бірге не попадаем, потому что ол жас буындар категориясында көп жағдайда ойнайды, осы моменттер бар шығар. Но білем, естимін, то, что Санжардың орысша шынымен де ойнауы жақсы екендігін. Қазақстанда мысалға орталықтағы клубтар бар ғой, Астананың клубтары бар, я немесе жаңағы Алматыдағы клубтар бар, олар екі тілде ойнайды ғой, орыс тілінде ойнайды и жаңағы қазақ тілінде ойнайды, и всегда андай
нелер көп қой, турнирлар көп. Манас кап бар, білмеймін, Қырғызстанда дағы өзінің көп нелер бар ғой, көбінесе турнирлары, Бішкектің турнирлары бар. И сен орыс тілінде ойнасаң, сенде сондай мүмкіншіліктер бар да, басқа мемлекетке шығатын, Қазақстан ішінде емес, уже басқа мемлекетке шығатын. Білмеймін, ондай мүмкіншіліктерді пайдаланбау это нағыз ақымақ. Осы жерде айта кетейін, иә, кішігірім история дейін ба, тыңдармандар, мүмкін қызық емес. Ағылшын лигасында ойнаған кішкене опытым бар, 3 айлық. Өзім туралы айтқанға, ол кезде менде үлкен қорқыныш болды. Біріншіден сол языковой жағынан өте үлкен қорқыныш болды. Екіншіден мен ойладым, мені қабылдамауы мүмкін деген дүниелер өте көп болды. Өйткені бір жағынан мен қазақ лигасынан келіп тұрмын. И ақыры сонда кино не болды деп ойлайсың. Мен ағылшын лигасына барғаннан кейін. Брейк жасаған шығарсың? Жоқ, брейк емес. Сборларда ойнадым. Бір рет енді орда ЛД ойнадым. В принципе, жақсы болды. Ол кезде Қорлан деген қыз болды. Сол Қорлан мені мақтап. Бірақ осыдан кейін менде мотивация пайда болды орыс лигасында ойнауға. Содан бастап мен орыс лигасында, в принципе, тұрақты түрде ойнап жүрдім. Ну, это где-то 3 жыл бұрын болды. Мен 3-ші курстың октябрь кезінде ме екен, сол кезде. Декабрьға дейін ағылшын лигасында жүрдім. Почему-то білмеймін, ағылшын лигасын тастап кетемін, но зато екінші, ну, типа, мүмкіндік пайда болды. Орыс лигасына кетіп қаламын, и орыс лигасынан да дамып кетемін. Осындай дүниелер Негізі, бар. менде де бар ғой, соңғы кездері қазақ лигасына қараған кезде орыс лигасында ойнағым келеді ше. Себеп бір, қазақ лигасында өте ескі форматпен ойнайтын спикерлер көп қой. Сен нормальный андай күшті ойын, сауатты ойын көрсететін спикерлерді өте аз региондардан немесе тек қана Астана мен Алматыдан ғана табасың да. Ал Мгм. егер білмеймін сен реально форматты сауатты ойнайтын Қостанайда адамдарды тапқың келсе, сен лучше орысша ойнау керексің. Себебі реально Қостанайдың орыс ППФщиктары өте сауатты адамдар, прям обожаю бар осылар. Реплигалары бар, я бізде Бауыржан ұрпақтары, диссонанс, анау гидра деген. Орыс лигасы шынымен де мықты, өйткені олар жан жаққа шығады, жан жақта халықаралық, иә, жалпы республикалық деңгейдегі содан білімдерді алады да, и өте жақсы деңгей көрсетеді. Негізінен мен оны мойындаймын. Оларда біз өзіміз ойнап жүрміз ғой орыс лигасында екеуміз, спикер болып, тиммейт болып. Сол кезде өте сауатты және мәдениетті ойнайды ғой. Бірақ мен ешқашан да орыс лигасы соншалықты ойнайды деп ойлаған жоқпын менде да. Бірақ шын мәнінде ондай ештеңе жоқ екен. Сондықтан қазақ лигасының дебатерлар егер орыс тілдерінде дамытқыларың келсе, жалпы орыс тіліне қызығушылықтарың бар болса, спокойно бара берсеңдер болады. Вне дебатов олар жаңағы стереотиптер расымен болады. Бірақ во время дебатов ондай нәрсе мүлдем жоқ. Тем более қазіргі таңда дебатта equate полис жақсы дамыған. Ол тараптан мүлдем ешқандай проблема туындамайды. Өзің білесің, еще бізді мектеп лигаларына төрешілікке шақырады ғой, екеумізді Айгүл апай көбінесе төрешілікке шақырады. Сол кезде мен всегда хочу, апай, хоть бы, пожалуйста, мені орыс лигаға шақырса екен деп, бірақ апай кейде шақырады. Осы екінші семестрда мүлдем шақырған жоқ, көбінесе қазақ лигасына білмеймін шақырады. И мен андай барғым келмейді қазақ лигасына, өйткені саған спикерлер келеді, оларды дайын кейс жазып берген ғой, аналар не ребатып айта алмайды, айғайлап, вот тек қана харизмамен аламыз деп ойлайды. АПФ-ті. А мына жақта сен орыс лигасынан барсаң, ол жерде реально кейспен ойнап жатады. И сен ананы тыңдаған кезде өзіне кайф та. Мыналар дебаттың сәнін көрсетіп жатыр, мыналар қандай молодцы деп. Иә, шынымен де. Яндай айтқам, ну, Вика, өзің істе бәрін. Өзің істейсің, мен саған анализ жасап беремін деп. Сол кезде Вика шығып алып фрейминг қояды ғой, мә дедім. Анау қыз айтады, қазір бізде проблема бар, жаңағы колледждер бар, және университеттер бар, немесе институттар бар, и осы жерлерде ақпараттар бір дейді. Мгм. Ешқандай ерекшелік жоқ дейді. Барлығының рамкалары, барлығының беріп жатқан мәліметтері бір ғой дейді. Сосын ол айтады, бірақ біз ағылшын тілін білетін болсақ, жоғарғы оқу орнында бізде мүмкіншіліктер көбейеді. Біз сол кезде колледж бен университеттің арасындағы границаларды, яғни анау дистанцияны көрсете аламыз дейді. То, что реально университет мықты екен. Соған мен отырып, бә дедім ғой өзім. Мына қыз деген ужасно күшті нәрсе айтты. Шынымен мен ғылым, жаңағы білім министрі дейді ғой, егер де мен сол болатын болсам, мен шынымен де ұлттық бірыңғай тестілеуді уже алып тастайтын едім, өйткені ол өте ескі система, я уже майын ағызып тастаған система, былайша айтқанда уникалды емес. Оның орнына эффективті, шынымен грантты бөлуге бір какой-то әділетті бөлуге, я бір какой-то өзінің нелерін тигізетін, үлестерін тигізетін жақсы бір система ойлап табар деп ше.
осы жерде көре аламыз Чинаның өте батыл адам екенін. Даже осындай заявление айтып жатқанына қараған кезде. Іс Үйге кім келмейді деп ойлаймын деп адрес жоқ деп. Жоқ, мен ойлаймын, міндетті түрде осы отрывокты кесіп, осы білім және ғылым, қазір ол жоқ қой, бізде қазір оқу ағарту министрлігі ғой. Соған жетеді деген ойдамын. Мектептердегі мен көп жағдайда мынандай нәрсені білем. Бізде жаңа қорқыныштар туралы айтып жатырмыз ғой. Адамдардың қорқыныштары болады, әртүрлі фобия деп айтады, қазір терминологияда. Атауы өте көп. Суть мынада. Негізінен олардың барлығы біздің иллюзиямыздан, жалпы өзіміз ойдан шығарған дүние ғой негізінен. Бізде адамзатта екі ақ қорқыныш болады. Бірінші қорқыныш ол өлімнен қорқу, екінші қорқыныш ол биіктіктен қорқу. Қалған қорқыныштардың барлығы, в принципе, жеңуге болатын, және осы жайында сенің ойың Тина? Негізі келісемін аягөз. Білмеймін, спикерім болған соң ба андай сенің идеяларыңды өзім мойындай аламын. И шынымен де солай ғой. Адамдар өлімнен қорқады, өлімнен қорққаннан кейін олар ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырады, өйткені олар көбірек ақша алғылары келеді. Өйткені қазір баға инфляциясы немесе тағы да басқа проблемалар бар, сен өліп қалу мүмкіншілігін өте, білмеймін, қазір күннен күнге жоғарып жатыр деп айтуға болады. Сол себепті адамдар впахиваться етеді, андай бабочка сияқты жұмыс жасай береді. Ну, мелочный заттарға внимание бөлмейді. Или оларда всегда иллюзияларына сенеді. Білеймін, мынау мынандай болады деген сияқты, иә. И не керек, андай всегда қорқынышта жүреді. В итоге өздеріне бір зияндар алып келеді. Есіме бір нәрсе түсіп кетті, өлімге байланысты. Осы есіңде ме, бір резолюция болып еді ғой, мәңгі өмірге байланысты. Бірақ мен есімде, сен менің оқушыларыма 28-ші мектептің Алина мен Анараға сен фидбэк бересің, олар поражение, тем более сен поражение бересің, еще плюс мен келем, отырамын сол жерде, как раз мен түскі 3 кезінде сол кезде жұмыстан жүгіріп келіп, мектепке барам, отырып жылап отыр, ана жерде бір таныс дауыс, еще ойлап қоямын, өте таныс, фидбегінен, манерасынан, сөйлеудің барлығынан, и түсінемін, что это Чина. Чина айтады ғой, мәңгілік өмірді сендер қате таңдадыңдар, ол жерде приоритетті сендер дұрыс қойған жоқсыңдар, үкіметтер ретінде сендер мынаны айтуларың керек еді деген секілді өте үлкен критика жасап тастайсың сен оларға. И осы кезде шын айтайын, өте біртүрлі болып қаламын. Чина, сонда сен неге солай жасадың? Не керек, сенің оқушылардың екенін білмеппін. Мен критиканы жасаған себебім олардың дамуы болсын деп, даже олар қорыққан күннің өзінде, типа, айтылатын нәрсе ол айтылады ғой деп. Реза былай болды, қателеспесем. Бұл палата мәңгі өмір сүретін әлемді таңдайды дейді. Сол кезде жаңа тұлғалар туралы айтты. Бірақ олардың кейстарын мына жерде оппозиция қуатқан, андай актуалдығы жоғалып қалады ғой, олардың деградациясына қалуына себеп болады ғой деп есіме түсті. Еще олар дорамадан алады ма оны. Өйткені мен Анара деген спикерім, ол дорамщица. Поэтому ол барлық примерді дорамадан алады. Органдар туралы айтқан айтпаған есімде жоқ, бірақ вроде бы сондай тоже бір нәрсе естіді. Білмеймін, енді ойында сол кезде репатодары жақсы болғаннан кейін мен оппозиция жеңіс бергенім есімде. Бірақ мен алайда ойлаймын да, осындай мынау біріншіден резолюция кішкене БПФ-қа келетін сияқты. Одан кейін екінші нәрсе осы резолюцияға байланысты, мәңгілік өмірді таңдайды деген. Ну, жеке менің спикер ретіндегі көзқарасым, осы жерде сен егер де тірі заттарға байланысты кейс ұсынатын болсаң, оппозицияда всегда бір аргумент болады, саған қарсы ойнайтын және сенің кейсіңді толыққанды қуата алады. Ол деградация немесе жаңағы айтқан актуальный емес деген дүниелермен олар қуата алады сенің кейстарыңды. Өйткені мысалға кімге керек адамдардың 1000 жыл өмір сүрген, 2000 жыл өмір сүрген, олар білетін болады, то, что оларда қорқыныш болмайды, біздің анау бірінші сұрағымызбен байланысты. Қорқыныш болмайды оларда. Адамдар қорқыныш болған кезде олар какой-то бір дамуға шагтар жасайды, жұмыс жасайды, ақша табады. Оларда ешқандай қорқыныш жоқ, олар әбір-жәбір өмір сүре береді, оларда соответственно деградациялар болады. Сол себепті мен есімде фидбек берген кезде айтқам, одан да мәңгі өмір деген нәрсеге сендер басқа заттарға беріңдер, либо сендер тірі емес заттарға, там шығармаларға болсын, немесе білмеймін,
қауа деген сияқты, немесе сендер басқа заттарға приоритет қойыңдар, жануарларға хотя бы. Себебі жануарлар арқылы хотя бы білмеймін, біз өзімізге пайдалы ғой жануарлар, себебі білмеймін, жыланның майын немесе жыланның бір элементтерін пайдаланамыз, қояндардың бір какой-то элементтерін пайдалану арқылы өзімізге бір пайдалы заттар жасаймыз ғой енді материально. Қарасаң, көп жас буындар қорқады, сөйлеуден қорқады, содан кейін дебатты тастап кетіп бара жатыр. Осы дүниелер бар. Аягөз, мен қазір кішкене өзім өзгердім. Адамдарға қарым-қатынасым болсын, немесе өзімнің спикерім болған кезде барынша оған поддержка беру керек, эмоционально өзімнің не ойлайтынымды көрсетпеу керек деген сияқты. Бірақ мен өзімнің шынайы бетімді осы жерде көрсетіп қалайын, маған дірілдеп, қалшылдап ойнайтын дебатерлер мүлдем ойнамайды. Мен ондай адамдармен спикер болғым даже келмейді. Себебі мен ол адамға білмеймін, андай поддержка беріп отырмын. Давай, сен айт, істе деп. Ол кішкене маған өзіме де қиын да. Себебі мен өзім де андай кейде өзімнің айтып жатқан заттарыма неуверенный болуы мүмкін, но мен оны ешқашан көрсетпеймін. Типа андай суровый взглядпен бәрін скрывать етемін, и өзім жек көремін андай спикерлерді жалпы қаушылдап, дірілдеп ойнап жатқан, Ну, ойлаймын, біріншіден, сен өзіңнің қорқынышыңды жеңу керексің в любом случае, И екіншіден, какой-то мере сен басқа адамдарға үлгі болу керексің да. Білмеймін, менің ойымша, профессияна байланысты болсын, сен егер болашақ мұғалім болсаң, сен өзіңмен жасты 8 адамды, сол аудиториядағы 8 адамды, сенімен есептегенде 9-шы жаңағы төреші болсын. Сен оларды өзіңе қарата алмасаң, сен болашақта мұғалім болып, өзіңнен кішкентай балаларды қалай қаратасың, Қазір балалар вообще наглый ғой, енді білесің ғой, мектептегі балалар. Оларды қалай қаратасың, сұрақ осылай болып қалады сондай спикерлерге жалпы. Сен осы жерде түсінікті болды, неге сен менімен ғана ойнайтын деп тұрғанмын. Бірақ менде кішкене басқаша көзқарас екен шыны. Өтірік айтпай ақ қояйын, оларды тащиттау, оларды көтеру өте ауыр, моральды тұрғыда қиындықтар үлкен келтіреді. Бірақ сонда да олармен мен әлі де ойнай беремін. Өйткені менде мынандай көзқарас, позициям сондай. Ол дебатерлар бір күні мықты дебатер болады да. Просто уақыт керек. Келісемін. Бірақ мен раунд барысында өзімнің эмоцияларымды спикермен көрсетпеймін ше. Мен деген раунд біткеннен кейін айтамын, о боже мой деп. Мынау не? Есімде бір рет парасатта сборда ойнаған кезде, менің қасымдағы жас буын өзіне уверенный болмады, и спич айтып жатқан кезде менің спичтарыма ребята айтып кетеді, ана бала, мә деді ғой, мынау не істеп жатыр деп. Тағы перваш тұрады да, аға қалай ойлайсың, нешінші ранг алдық? Мен айтам, уайымдама, бір алдық біз точно. Если біз бір алмасақ, ничего страшного, төреші ғой ол дей саламыз деп. Бірақ сенің поддержкаң шынымен де өте күшті, қолдауларында жалпы, көріп жүрмін ғой. Өте мықты тренерсің, мықты қолдаушысың, ол жағынан енді 100% уверенмін ғой. Сенің ең үлкен қорқынышың қандай? Немесе сен ол қорқынышты жеңдің ба, немесе жеңу жолында сен қандай іс-әрекеттер жасап жүрсің, жалпы сол туралы айтып кетсең. Өте қызық сұрақ екен. Мен өзім даже ойланбаппын ол туралы. Қазір ойлан деп тұрмын. Егер ол дебаттағы болатын болса, онда менің дебаттағы достарымды жоғалтып алу шығар. Себебі мен хоббиім, былайша айтқанда, егер мен мектеп кезінде волейболмен айналыссам, көп жағдайда достарым да сол волейболдан болса, осы дебатқа келгеннен кейін достарым көбінесе дебатпен байланысты да, немесе дебаттың ішіндегі достар, мен үшін қорқыныш сезімі бәлкім осы адамдардың поддержкасынан, немесе осы адамдардың маған беріп жатқан бір мотивациялар, сөздері, осы адамдармен өткізіп жатқан күндерімді жоғалтып алу мен үшін қорқыныш негізі. Түсінікті, Тина. Бірақ кейде андай қорқыныш болады. Ол өте қызық. Есімде жоқ, бірақ Қарагөз сол телеграм каналды өзінің историясында өте көп алады, тэптан өтпеу туралы. Мен болады, мына жерде мен регалияларым жетсе екен, құдай ақы, осы жерде тэптан өтіп кетсем екен ғой деп. Бірақ әлі бірде болмады, чтобы мен тэптан өтпедім. Тфу, конечно. Менде басқа қорқыныш жоқ. Сенде қандай қорқыныш бар? Вообще қорқақ адам деп тұрмын.
негізінен мен өте қатты қорқақ адам шын. Мен бүкіл нәрседен қорқамын, мен жыландардан қорқамын. Бір сөзбен айтқан кезде жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой, адамдар ойлап шығарған қорқыныштар бар ғой, сол қорқыныштардың почти бір 80% барлығы менің бойымда бар негізінен. Соның ішінде көп адамдардың алдында сөйлеу қорқынышы болған менде. Сосын бірінші курсты емес, где-то екінші курсқа келген кезде ол қорқыныштың уже менде как-то кетіп қалды. Ну, мен даже білмеймін қалай кетіп қалғанын. Мен, кстати, осы моментті точно не помню. Адамдар ұмытшақ болады ғой, бірақ мен өте қатты ұмытшақпын. Мен мысалы бір нәрсені айтуым мүмкін қазір, иә. Потом сен маған оны еске түсіретін болса, мен оны вряд ли еске түсіремін, білмеймін. Өте көп нәрсені өзімде сақтамайды екенмін, вообще сақтамаймын. И мен не помню, вот бірінші курс пен екінші курсқа аралығын өткен кезде, или где-то сондай моментте менде қорқыныштар болатын, халық алдында сөйлеу, жалпы сондай моменттер болатын, бірақ мен олардан сол қорқынышты мен жеңдім. Но мен не помню, қалай жеңіп кеткенімді. Но мне кажется, интуитивті түрде я чувствую, что это дебаттың арқасы деп ойлаймын. Еще есіме түсіп кетті, жас буындарда болады ғой, мысалға сен бір жас буынмен жақсы араласасың, ол жас буын немесе аға буындарда да иә ол болады. Олар андай жас буындармен күшті араласады, өздерін жақсы көрсетіп алады жас буындардың алдында, иә. Ну, я вот такой хороший деген сияқты. И дебатқа келген кезде, жоқ, мен ойнамаймын БПФ. Жоқ, осы кезде ойнамаймын мен. Сосын ойнайын деп осылай айтатын аға буындар болады. Сосын мен іштей ойланамын да, мынау не істеп жатыр деп. Сен айтып тұрғаның солардың алдында, иә, сөйлеу сол мағынада ма, әлде? Жоқ, мынандай болады да, жас буындар келеді, олар айтады, мен мына орта буын ойнағанын көрген жоқпын, көргім келеді. Немесе мен мына аға буын ойынын көргім келеді, оның ойынын көрген жоқпын дейді. Сбор кезінде, иә, сосын анау аға буындар деген, жоқ, ойнамаймын, мен бүгін емес деп солай айтады. Сондай қорқыныштарды өзім байқаған кезім болды да. Аха, аха. Иә, менде есіме түсіп жатыр, иә. Мен түсініп тұрмын сен кімді айтып тұрғаныңды примерно. Мына жерде. Егер тыңдармандар кім екенін білгілерің келсе, маған личка жазсаңдар болады деп тұрамын. Міндетті түрде бөлісемін. Иә, расымен ондай дүниелер өте көп ол болады. Бірақ бар ғой, бүгін таңда мен ойлаймын, осы қорқыныштар, олар шынымен, иә, қазір біз былай айтқанымен, кейбір адамдарға ол психологиялық тұрғыдан, иә, моральдық тұрғыдан өте үлкен травма келеді негізінен. Менің ойым солай секілді. Себебі соны сен егер қорқынышты жеңбейтін болсаң, мысалы жаңа айтып отқан секілді біреуден критика есту, бәлкім, иә, білмеймін, сондай дүниелерді. Егер сен оны жеңбейтін болсаң, меніңше адам дамуы, білмеймін, тұлғалық дамуы өте тежеліп қалатын секілді. Сондықтан Мен қорқыныш, есім аха, бірінші семестр бойы барлық спортларда, почти что барлық спорларда мен берекемен ғана ойнадым. И осы кезекте, осы сәтті пайдалана отырып, мен берекеге какой-то бір дискомфорттар алып келсем, я кешірім сұрағым келеді. Себебі береке екеуміз келе жатқан кезде мен бірінші спикер бола аламын. Бар идеяларды мен озвучивать етіп тастаймын, немесе барлық аргументтерді өзім озвучка жасап тастаймын. Менен кейін береке шыққан кезде оған андай айтатын нәрсе қалмайды да, өйткені барлық нәрсені айтып тастадым ғой деген сияқты. И осындай, білмеймін, дискомфорттарды алып келген үшін берекеден кешірім сұраймын. И береке, типа, я обожаю тебя, ты лучший. сен осындайыңды қою керек деп тұрамын. Негізі олай дұрыс емес. Немене барлық перваштың бүкіл аргументтерін, идеяларын айтып тастаған енді дұрыс емес деп тұрамын. Слишком амбициозный болудың да минустары болады деп тұрамын. Жақсы, береке бізді түсінеді деп ойлаймын. Одан бөлек Үйреніп қалып, аягөз, как раз вот менде өзімде страх болды. Вот, өте есіме енді түсіп жатыр ғой. Бірінші курста есімде шығады. Көп жағдайда мен бірінші спикер болып аламын, андай айтатын заттарымды айтып аламын деп. И екінші спикер болуға мен всегда қорқамын. Есімде көшпенділер көкжиегіне барамыз, анда барамыз, мында барамыз. И менде уже бірінші спикер болуға қорқыныш пайда болды да. Аягөз, сен бір бол, мен екі боламын деймін ғой. И менің қорқыныштарым өзгерді да андай. Бірақ не керек, кейде
амал жоқ бірінші спикер боласың, амал жоқ кейде екінші спикер боласың. Не керек, уже бәрі уақытымен келеді. иә сен сол ситуациялар үйретті десе, адам қылды десе ситуациялар. бір жағынан аягөз адам қылды дей салса деп тұра ма? Иә, аягөз адам болу жоқ, шынымен. Мен есімде Қостанай опында қай қай резолюция екені есімде жоқ. Бірақ жоқ, чаевой туралы реза. Мен ол резада не айту керек екенін біліп тұрмын. Бірақ мен айтамын ғой, аягөз сен бір, мен екі деймін. Кстати, я осы жерде прояснить етіп алайыншы деп тұра ма? Біз ойнаған кезде, екеуміз бірге ойнаған кезде сен вечно маған андай типа айтасың, сен бір екі боласың деген секілді да. Хотя мен сенен опытный, ну типа сенен не болсам да, мен почему-то всегда айтамын, окей, все, давай деп. И типа кете саламын, бір екі деген нәрсеге в принципе зациклиться етпейді екенмін. Осы нәрсені байқадым. И осы жерде мен түсіне алмаймын, неге мен сен айтқанын тыңдап, солай бір десем бір болып, екі десе екі болып кететінді. Мен әлі күнге шейін түсіне алмаймын осы моментті. Өте қызық мен үшін, по идее. Аягөз, я стратег. Біздің тактика сол, я музыка. Мен просто андай білемін да, резаға байланысты кейде екеуміздің навыктарымызды распределять ете саламын. Типа, мынау резолюция егер қоғамға байланысты болса, мен білем, ол жерде мен анықтамаларды немесе тезисный аргументтерді болсын, немесе принцип болса, я или практикалық аргументтерді көбірек айту керек болса, мен примерно чувствовать етемін да, и өзімді бірінші спикер болуға ынталандырамын. Егер ол принциптар туралы болатын болса, иә, или практика туралы болатын болса, немесе тағы да бір андай үкімет үшін уникальный заттарды ұстау керек дүниелер болатын болса, мен всегда қорқамын. Хотя менде ол навык бар, но мен всегда қорқамын, то, что мен оны әлсіз көрсетемін деп. Сол кезде мен саған былайша айтқанда эстафетамды беремін, маған қарағанда ойыны жоғарырақ қой, немесе маған қарағанда жаңағы опыты көбірек қой деп. Түсінікті Чина. Білдім сен мені қалай пайдаланатындығын. Рахмет деп тұрамын. Енді спикер болмай десең. Мен бола беремін сенімен, өйткені сен мен комфортный человектердің бірісің ғой негізі. Рахмет. Осы жерде жаңағы қорқыныштар туралы айтып жатырмыз ғой. Түсінікті, сенің қорқынышың түсінікті. В принципе, менің қорқынышым түсінікті. Мен қорқыныштан банальный, мен бүкіл нәрседен қорқа беремін деп тұрамын. Жақсы. Бүгін таңда бізге жаңа айтып кеткендей, осы қорқыныштарды қалай жеңу керек, иә? Осы бойынша қарастырайықшы. Мысалы, сен қалай жеңдің қорқыныштарыңды? Немесе оларды вообще жеңе алмайтын қорқыныштар бола ма екен? Осы туралы сөйлесейікші. Бір-екі күштеп тұрса не? Так, біріншіден, егер де сендерде языковой барьер болатын болса, иә, тілдік барьер болатын болса, сендер ағылшын тілінде немесе орыс тілінде ойнауға қиналатын болсаңдар, түнгі 00 сендерге в помощь, себебі түнгі сағат 00-ден кейін айнаның алдына барып, өздеріңізбен ағылшын тілінде немесе орысша тілінде әңгіме айтып, өздеріңізбен жүздесіңіздер. Ол сіздерге өте пайдалы болады, және дебат ойнаған кезде сіздер уже өздеріңізге более уверенный боласыздар. Егер де сендер мен айтқандай, менің қорқыныштарыммен бірдей болып жатса, я мына резада не айтамын, мына жерде не істеймін деген проблемалар болып жатса, сіздер бірінші өздеріңіздің жаңағы мықты навыктарыңызды выяснять етіп алыңыздар, сіздер қай жерлерде өзіңіз мықтысыздар, иә, және сол жерлерде барынша өзіңізді 100% көрсетуге тырысыңыздар, ал сіз слабый жерлерді, білмеймін, көбірек материалдар оқыңыздар, иә, Самат Саяқовтың жаңағы, немесе Еркебұлан Қуанбайдың түрлі қазір ютубта желілер жеткілікті ғой, сол жерлерден, білмеймін, тренингтар таба аласыздар, немесе осы біздің подкасттарда, я 8 қарақшы подкастында жақында тренингтар шығады, сол жерлерден тыңдай аласыздар. В принципе, платформалар, материалдар жеткілікті. Сосын қандай қорқыныштар болды? Бірінші курстарға байланысты, иә, насчет қаушылдап, дірілдеп ойнауға байланысты, иә. Ну, это, мен ойлаймын, табиғи процесс, ол процесс табиғи болғаннан кейін ол өз-өзімен кетеді, иә, яғни сен бір турнир емес, сен қатарынан 3-4 турнирге шығу керексің, сосын сен уже байқамай қаласың, и уже ол қорқынышыңды жеңесің, былайша айтқанда. Бар ғой, кейбірде мен ойлаймын, осы қорқынышты жаңа сен айттың ғой, жеңудің жолдарын, в принципе, түсінікті, иә. Но кейде осылай саған түрткі беретін бір адам болса, ол қорқынышты сен қалай жеңіп кеткенін байқамай қаласың. Ну, Негізі келісемін. менде көп жағдайда солай екен. Мысалы,
осы подкастты жасаған кезде де мысалы в принципе чинаға идея лақтырдым. Чина давай голос жасап тастайық деді да. Менде андай болады да, когда сені біреу қолдап демеп тұрады, менде ол қорқыныштарым тез кетіп қалады да. Мен оларды тез жеңе аламын, уақыт жағынан болсын, білмеймін, өзіме более смелый, осындай мен жасай аламын деген дүниелер тезірек болады екен. Сондықтан мен тараптан кеңес, өздеріңізді қолдайтын немесе сізге әрқашан демеу көрсететін адамға барсаңыз, ол адам міндетті түрде сізді дұрыс бағытта направить етіп, міндетті түрде сізге қорқынышты жеңуге ықпал ете алады деп ойлаймын негізінен. Мә андай мен өзім сондай адаммын ғой. Мен үшін ситуация маңызды емес. Даже андай болса, мен егер өзімнің жақын досым болатын болса, ол менің жақын досым, білмеймін, мені топить етіп жатса, мен всегда ойлаймын да, типа 100% мен осының адамның жағында болу керекпін деп. И білмеймін, может быть, ол ақталатын нәрсе шығар, иә, может быть, ол ақталмайтын нәрсе шығар. Мен бәлкім адамдардың барлығына бірдей қарау керек шығар. Ну, білмеймін. Менің өмірлік позициям сондай, то что белгілі бір адамдар 100% мен үшін прав. И сен айтқан жаңағы түсінігіңді, ну, былайша айтқанда интерпретацияңды, иә, түсіндім. И мен онымен толыққанды келісемін. Бізде даже қара көз бар ғой, қара көз бар, иә, сен барсың, ыбырай бар. Жаңағы мен косячить деп жатсам да, ей, ты прав деп айтатындар. Сол кезде маған тоже ұнайды ол. Кстати, расымен де біз көп жағдайда адамдар негізінен қорқынышты жеңуге ықпал ететін ситуациялар болады және адамдар болады деп есептеймін. И осы адамдардың саған деген көзқарастары, жалпы ну, мотивтары жақсы болса, сен міндетті түрде оны жеңе аласың. Тіпті біздің Қостанай өңіріндегі дебатерлардың көп жағдайда да демеушілері, жалпы қолдаушылары көп қой. Тіпті осы жерде тыңдармандар деп тұрмын ба, егер де олар біздің сұхбатқа келіп, бізбен бірге, білмеймін, бір тақырыптар талқылауға, сондай дүниелерге қадамдар жасайтын болса, біз сені міндетті түрде олар демеп көмектесеміз деген, білмеймін, меніңше сондай ойлар болады менде негізінен. Мгм. Мен негізі кейде андай үйреніп қалдым да, именно сендерден поддержка алуға. Маған иногда хочется ата буындардан, мысалға поддержка алуға, олардың білмеймін, хотя бы маған деген жылы сөздерін естуге. Но ол нәрселер аз болған кезде, ну ладно деп жүремін. Ну, я ойлаймын, осы подкастты ата буындар естісе, менің инстаграмым, дайректім сіздер үшін всегда ашық. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін деп. Мен айтпақшы, қолдау демекші. Мен өзім тренермін мектепте, өзімнің оқушыларым бар, оларға дебат үйретемін. Ну, якобы үйретемін деп қояйын. Шын мәнінде Парасат, Ахмет ұрпақтар өткізетін турингтарға жібере беремін, өздері ана жерде көреді, практикада шыңдалады деп есептеймін, негізі теорияны былай түсіндіргеннен гөрі деп. И осы жерде мен көп жағдайда байқағаным, бізде дебатта екі бағытқа бөлінеді екен, қолдайтындар. Яғни саған айтады, вот ойының күшті болды екен, сен келесі жолы одан да күшті ойнайсың, сен потенциалың прям вау дейді. И екінші жақ бар, который ешқашан мақтаулар айтпайды. И наоборот, мысалы, сен қателіктерің болса, соларды айтып, мысалы, мына жерде қателестің, келесі жолы осы қателікті жасама дейді. И сенің ойыңша осы Келісемін, аягөз. Сен қай типқа жатасың? мен екеуінің ортасына мен бар ғой, кейбірде оқушыларымдікі ең бірінші жылы олар когда дебатты бастады ғой, екі жыл болды дебат тренер болып жүргеніме. Алғашқы жылы дебат бастаған кезде мен оларға айтатын қолдауларым, да вообще қарамай ақ қойыңдар, пофиг, ана төрешілер айта береді, төрешілер деген. Олар біледі дейсің ба, олар субъективті. Всегда сендер баусыңдар, сендер крутойсыңдар, вы первый раз это сделали, вы вообще топ дейтім. А вот осы екінші жыл, когда уже бастадым, мен ол кезде айтамын, не істеп жүрсіңдер, өздерің қарамайсыңдар, опыттарың бар ғой, қайда анау үйреткендеріңде көбінесе білмеймін, екі бағытта қатар ұстап жүрген адамдардың бірімін, короче, бір сөзбен айтқанда. Саған қарағанда мен осы жерде кішкене андай жақсы адам екен осы жерде. Себебі мен бірінші типтағы адамдарға жатам. Барынша адамдарды қолдауға тырысамын, әсіресе мектеп оқушыларын. Ана жерде студенттік лигада, білмеймін, 4-ші курсқа келіп алып, немесе курсқа келіп алып, 2-ші курсқа келіп алып, даже ата буындар жүреді, магистратура оқыса да школьниктарға қарсы ойнап, соларды жеңгендеріне қуанып. Ну, білмеймін, это өте біртүрлі кейс, шыны керек. И осы ситуацияларда мен көбінесе оқушыларды
қорғауға тырысамын, оқушыларға эмоциональный бір поддержкаларды беруге тырысамын, иә. Әсіресе Сержан деген бала бар, Дастан ағайдың оқушысы. Өзіме ойыны өтеді ол баланың. Сосын сенің оқушыларың ішінде Дархан бар, сосын Айсана туралы иә көбірек естимін, көбірек көремін. Өткенде даже ЛД финалда болды, қателеспесем. Қарагөздің оқушылары бар, иә, Мақсат бар, Вадим бар, орыс лигадағы оқушылар. Сосын Адилдің оқушылары бар, иә, екі Алина орыс лигадағы тоже. И білмеймін, осы оқушыларды қолдауға мен по большей части всегда радпын. Еще өстіп андай да, адамдарға мен негізі суық қараймын. Но оқушыларды көрген кезде андай менің настроением вообще 360 градусқа өзгереді. Мен күліп жүремін ғой аналардың алдында. Өйткені негізгі алаңда ойнау оңай емес, иә. Негізгі алаңда біраз домалайсың өйткені, былайша айтқанда. Иә, рас. Көп жағдайда осы жас буындар бастауын бастайды дебатты, ойнауын ойнайды. Шын сен айтып жатқан рас. Келеді да негізгі алаңда выгорать етеді. Осы выгорать ету, иә, ақыр соңында олардың жалпы дебаттан кетулеріне, иә, сондай жаман эмоциялар береді. Осы кезде бар ғой, мен прям жүрегім қатты ауырады. Потому что выгорать ету процесі ол барлығымызда болды. Ну, тіпті болады, ол бола беретін процесс. Шыдамай кетіп қалатын адамдарды көрген кезде кішкене ақ деп қаламын. Иә, Кішкене мен білмеймін, жас буындарға қарағанда мектеп оқушыларында осы нәрсені көп көрем. Тіпті бір мектеп оқушысы маған айтқан, Чинаға болды, мен дебат ойнамаймын, мен дебаттан кетем, мен шаршадым деген, мен всегда шаямын деген нәрсені айтып тұрады да. Мен барып сұраймын, саған кім айтты сен шайдың деп. Сен шайған жоқсың десем, ол маған үшінші курстағы немесе екінші немесе төртінші курстағы аға буындарды көрсетеді. Сол кезде мен ойлаймын да, сен мектеп оқушысына шайдың деп айту арқылы өзіне кайф алдың, но мына жерде сен баланы психологиялық тұрғыда сындырып тастадың. Ну, ол өте радикальный зат. иә, ол да бар. И одан сыртында кейбір дебаттер болады ғой, жас буын кезінде кубокты алып алады да, негізгі алаңда ала алмай қалады. Білмеймін неге олар ала алмай қалатындығын, бірақ сол кезде де оларда қорқыныштар болады уже. Кейбіреулер тіпті негізгі алаңды бастамай жатып дебаттан кетіп қалады. Өйткені мен типа точно негізгі алаңда кубок ала алмаймын деген қорқыныштары болады. Ну, мен сондай нәрселерді, сондай кейстарды өте көп көрдім, және дебаттан кеткен вот жас буын кубогы бар дебаттерлерді көбірек көрдім. Білмеймін неге сондай. Я біздің парасаттың өзінде, я үшінші курстағы өте потенциальный адамдар көп. Екінші курста да потенциальный адамдар көп. Но дебат ойнап жүргені бірен саран. Мен ойлаймын, қорқынышты всегда жеңе беру де жаман секілді. Жаңа айтып жаттым ғой, кадрларға байланысты. Осы кезекте тағы бір нәрсе айтқым келеді. Біз Парасат Кап 2-де, иә, көбінесе жас буындарға мүмкіндіктер бердік. Как раз таки оларды осы ситуацияларға, дебатта болатын қиыншылықтарға алдын ала дайындадық, былайша айтқанда. Мен өйткені өзі бас төреші болдым, әрі клубтың координаторымын, и осындай ситуациялардың барынша жас буындарға полезный болғанын қамтамасыз етуге тырысамын. Себебі жас буындарға опыт алу всегда керек дүниелер. Мен өзім қуанышты болдым, 4 раунд бойы шаршамай, я барынша тырысып, қолдарынан келгенше төрешілік еткен Санжар мен Сұлтан бар, соларға үлкен алғысымды білдіремін. Сонымен қатар менің қасымда Винг болған, Ерсұлтанға рахмет, өйткені екеуміздің ойларымыз всегда бір жерден шығатын, и андай төрешілікте дау болмайтын. Даже ол смело отырып былай айтатын, типа, Чина қара, былай болды деп. И бұл маған көрсетеді да, мен первашқа мүмкіндік беру арқылы, я осындай жауапкершілікті беру арқылы оған бір какой-то дамуына бір үлкен процесс беріп жатырмын. Ал бізде андай да, ол перваш па? Жоқ, ол төреш болмау керек, ол әлі жас, ол баскет болмау керек деген, ну, стереотиптар бар біздің дебатта жалпы. И осы стереотиптердің болуы жас буындарды өлтіріп жатыр. Иә, рас. Ол да бар. Бірақ Чина сен секілді адамдар, сен өте көп адамдарға мүмкіндіктер беріпсің. Қорқыныштарын төрешілік жасау қорқынышын, иә. Орыс лигасында ойнау қорқынышын жеңуге мүмкіндік беріпсің. Былай қарап отырсаң, ЛД-да ойнау, иә. Өте көп опытың бар екен, иә. Мен просто сен спичін тыңдап отырып ойлаймын да, мен осылай біреуге ықпал еттім бе екен, біреудің қорқынышын жеңуге, білмеймін, бір көмегім тиді ма десем,
қазір дәл уайымдама, я қазір ықпал еттім. Мен маған еттің ғой әйтеуір. а, Мен помню, ЛД-ға қатты шыққым келген бір турнир болды. Сол кезде ол турнирдің форматы бойынша тек қана екі спикер финалға шығады. Сонымен не керек, сен финалға шығасың. Бірінші орынмен и сен айтасың, мен өз орнымды біздің клубтың жас буыны Чинаға беремін дейсің. Сол кезде мен қатты қуандым. Я еще тебя не подвел. есімде сен келдің ғой, мен үздік спикерді алдым деген кезде. Я айтпақшы, расымен де ықпал етіппін ғой. Жақсы, рахмет. Просто шынымен де осы подкасттан кейін осыны тыңдаған көрермендерде ой туады деп ойлаймын. Әрқашанда қорқынышты жеңе білуге, біреулерге ықпал етуге, я стимул жасауға. Сенің ойыңша қалай? Мен де солай ойлаймын. Дебатта эгоист адамдар көп. Мен өзім эгоист болдым бірінші курста. Бірақ екінші курсқа келгеннен кейін менің мүдделерім өзгерді. Менің құндылықтарым өзгерді. Мен өзім кубок ала бергенше, мен өзіме дәлелдей бергенше, өзімді сыртқа дәлелдей бергенше, мен одан да басқа адамдарға бір олардың өздерін дәлелдеуіне бір себепкер болайыншы деген құндылық болды. Сонымен не керек? Сол құндылықты жүзеге асырдым. Осымен не керек? Екінші курсым аяқталды. Ура! Құттықтаймын, Тина, осы нәрсесін. Бірақ Тина, сенде әлі сессия бар, сондықтан сессияны аман есен өткер. Барлығын жақсы қылып тапсыр. Мен сенемін сен тапсыратындығына. 8 парақты подкасты тыңдаушылар, мен үшін жалынып қойыңдар десе. Жалпы осы подкастты қорытындылай келе, мен біздің осындай подкастымыздың өмір сүріп жатқанына, алдағы болашақта соцфьючерда деге әлі де топовый тақырыптарды талқылаулар болады деген сенімдемін. Сондықтан бізбен бірге әрдайым болыңыздар, бізді қолданыңыздар. Қолдамасаңыздар, демек сіздерде қорқыныштар бар деген сөз. Сіздерде лайк басуға қорқыныш, комментарий жазуға деген қорқыныш деп есептеймін өзім. Сондықтан әрдайым бізбен бірге болыңыздар, бізбен бірге дамыңыздар. Қостанай өңіріндегі тренингтар, жалпы сұхбаттар, бір жақсы тақырыпта талқылаулар әрдайым бола береді. Сондықтан жаңа идеяларды бастауға, жаңа идеяларды іске асырудан қорықпаңыздар. Осы кезекте пайдалана отырып, мен тағы да айтқым келеді. Аспанда жұлдыздар көп. Жерде, Қазақстанда болсын, әлемде болсын, дебатерлер өте көп. Ал сіздер 8 стады сияқты шексіз қадамдар жасадыңдар, шексіз действиялар жасадыңдар, өздеріңіздің қорқыныштарын жеңуге және өз мақсаттарыңыз бен армандарыңызға жетуге мен шын жүректен тілектеспін. Осымен подкастымызды тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау саламатта болыңыздар.